Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай дәмі тіл үйретін, бір жасағаннан шығатын өте дәмді творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге керегі сары май, құмшекер, електен өткізілген ұн, разрыхлитель, 2 жұмыртқа. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне холодильниктегі 72 немесе 82%-дағы сары майымызды салып, әдемілеп крошка жасайтын боламыз. Майымыз міндетті түрде холодильникте шығуы тиіс, жұмсақ сары май жарамайды. Осы крошканың үстіне разрыхлителіміз саламыз. Және де құмшекерімізді салып, бір араластырып аламыз. Осы қамырдың үстіне 2 жұмыртқамызды салып, әдемі бір тегіс қамыр елейміз. Мінекей бір тегіс әдемі жұмсақ қамырымыз дайын болды. Осы қамырды 30 минут көлемінде холодильникке жібереміз. Ал оған дейін біз начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі 500 грамм творог, 120 грамм құмшекер, 50 грамм қаймақ, қалауыңызша ванилин қоссаңыз да болады. Және де көлемі үлкен болса 2 жұмыртқа да болады. Менде кішірек болғаннан кейін 3 жұмыртқа қосатын боламын. Барлық ингредиенттерді қосып біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Творог менде домашний. Кез келген творогты пайдалансаңыздар да болады. Міне творожный массамыз дайын болды. Холодильниктегі дайын қамырымызды алып, осылай жайып шығамыз. Бір тегіс қылып, қаласаңыздар бортик жасасаңыздар болады. Мен бортик жасамаймын. Барлық қамырды астына жіберемін. Осы қамырдың үстіне творожный массамызды салып шығамыз. 150 градуста 40 минутта пісіп шығады. Міне біздің творожный пирогымыз дайын болды. Өте нәзік, дәмді, әдемі болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.